ардақты ағайын. Батырым найзашымен көк тіреген, қолымен қан майданда от күреген, тойында өз алады бүгін сенің, сондықтан өткір әнмен өткір өлең. Бұл күн қашымастан, ортаймастан, ауысқан қайрат күшің қаламыңа, дегендей мыңдағы бір мұрагерің, таутастан туған жерің құба белің. Аралап жүрсең өзің, аман есең, марқайып, масаттанып тұрар елің. Әр күн ақ ағарып таң атқанда, атыңды айтады жұрт жарқамында деп, ақындар жырға қосқан ерекше ерлігімен, өрлігімен көзге түскен екі батыр ағаларымыз ортамызға келіп отыр. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында елдік мұратты жолындағы ұлы ерлік әрқашан аталарымыздың бойынан табылған. Халқымызда өнегелі де өміршең бір туыр азаматтардың ардақты етер өрелі істері жетерлік. Олай болса ұлтжанды азаматтардың ерлігін дәріптеуге бағытталған мектепшілік қаһарман патриоттар клубының ұйымдастыруымен өткелі отырған ерлік елге мұра ұрпақы ұран атты патриоттық шараға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің кездесуіміздің бас қаһармандарымен таныс болыңыздар. Еліміздің алғаш тәуелсіздік алғанда Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің нығаюына үлес қосқан, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінде жағалау қызметі басқармасының бастығы қызметін атқарған, бүгінгі күні ардақты зейнеткер контр-адмирал Әбікеев Кенжеберген Қабышұлы ағамыз. Жекпе-жек ұрысының айла тәсілдерін меңгерген ұлттық ұлан жауынгері қарулы қылмыскермен бетпе-бет келіп, қанды қол қылмыскерді қарусыздандырып, ұстап берген батыр осындай көзсіз ерліктің иесі. Қазақстан Республикасының президентінің 2014 жылы 5 желтоқсанда нөмірі 954 жарлығымен 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталған аға лейтенант Қоңыров Ақылбек Серікұлы ағамыз. Ал енді келесі кезекте концертіміздің басын үшін Жаяу Мұсаның әнімен Жиенбаев Алтынбек Ақсес әнімен қабыл алыңыздар. Кездесуіміз ашық диалог форматында өтеді. Сондықтан сұрақтарыңызды еркін қоюға рұқсат. Сұрақтарыңыз кездесуге сай, мәнді, мағыналы болсын. Сұрақ қоям деушілер ортаға шығып қоя берсеңіз. Ортаға шығып сұрақ қоя беріңіз. Балалар сылмаңдар. Кім сұрақ қояды екен? Құрметті қонақтар, бүгінгі менің қоятын сұрағым екеуіңізге де арналады. Құрметті Кенжебек аға, біздің Мағжан атамыз балалық шағым патшаның тағы деген.
осы балалық шақтарыңызда немен несімен қалды балалық шақтарыңыз? Осы күнге дейін ұмытпайтын естеліктеріңіз бар ма? Соны бізбен бөлісе отырсаңыздар. Жастардан бастап қайсыде балалық шағы әлі де ұмытылған жоқ шығар біздің бір. Балалық шақта мен өзім жас кезімнен армандадым, осында әскери адам болды. Жас кезімде өзім, мен ағаларым бәрі орында милицияда істеген. Сол кісілерге қарап армандайтын. Үйде жас кезімде қағаз картоннан погон жасап, жұлдыз салып, иығыма, көйлегіме тіккізетін әпкелерім. Содан сол арманыма енді жеттім деп өзім ойлаймын. Аңсаған арманға жету деген ол екінің бір қолынан келе бермейді. Енді мен өзім ойлаймын, арманыма жеттім. Осының бәріне Алла тағалаға, әке-шешеме көп рахметімді айтқым келеді. Сол мен өз есімде қалды. Әлі күнге ұмытпаймын. Бізге келсек, қазіргі дүниеде интернет жоқ, Facebook жоқ, сондықтан біз көбінесе кітап оқыдық, кино қарадық. Соның әсері шығар, оқуға жақсы қарадық. Енді екіміз болмады, үшіміз болмады деп айта алмаймыз. Бала болғаннан кейін бәрі де болды, бірақ киноның, кітаптың әсері шығар, сол оқуға барып, осындай оның алуға тырыстық. Мен сіздерге қоятын сұрағым, қыз баланың әскерге барғаны жөн бе? Және қазақ қыздарына олар қандай ерекшелігі болу керек? Бұл өте маңызды сұрақ, бірақ менің өзі жеке ойым, қыз бала Алла тағала жаратқаны қыз баланың өзі орны бөлек шығар. Сондықтан әскери қызмет істегеннің өзінде қыз бала өте оңайға түспейді. Енді әскери біраз жақсы бір мамандықтар бар, медицина жағы, байланыс жағында, сол жағында көп қызмет істейді. Сол жағында істеп жатқан қыз балалар бар. Бірақ дегенмен қыз баланың орны бөлек деп ойлаймын. Құдай басқа кетірмесін, жаман жағын. Бірақ осы жақсы өмірде, қазіргі өмірде де әр нәрсенің өз орны бар деп ойлаймын. Қыз балаға әрқашанда әскери шейін форма таққан жараса, бізбен бірге, өзімен бірге. Көптеген қыздар әскери салада қызмет етеді, менімен бірге. Көбіне олар медицина саласында, жаңағы байланыс саласында, сосын жаңағы асхана бөлімінде көп жұмыс істейді, көбіне бізде қыз балалар. Қыз балаларға енді әскери болып әркім өзіне байланысты, болғым келсе, болған дұрыс деп ойлаймын. Енді кезінде өзіміздің батыр апаларымыз болды ғой. Мәншүк Мәметов, Әлия Молдағұлова, олар Ұлы Отан соғысында қандай ерліктер жасады. Енді қазір бейбітшілік заманда Құдай басқа емес, ондай нелер соғыстар болмай қойсын, бірақ қыз балаларға әскери адам болу өте жақсы деп ойлаймын. Егер менің қыз балам бар, өзім әскери адам боламын десе, мен әскери адам болдырам. Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге қоятын сұрағым, қазіргі таңдағы мектеп түлектеріне беретін кеңестеріңіз. Сіздерге күнде айтып отыр ғой, құлақтарыңыздың күйіп жатыр, оның үстіне үйде де айтады, сыртта да айтады. Біз де қайталаймыз, біз де жаңалық айтпаймыз. Кейде өмірде үлкен жоғары оқып жүрген кезде әттеген-ай мектепте неге оқымадық деген көп ой келеді. Сондықтан бәріктеріңізді тілейтініміз, мектеп қабырғасында жүргенде дұрыс, жақсы оқыған дұрыс па деп ойлаймын. Спортпен айналысу керек. Өйткені міне қазір ересек азаматтар отыр ғой. Ертең болашақта балаларымыз отыр, қыз балалар. Үлкен мамандық аламыз деп бір оқу орнына барған кезде мектеп көбінесе еске келеді. Неге оқымадым сол кезде деген. Сондай ой болмас үшін оқыған дұрыс қой деп ойлаймын.
үлкен маман иесі болу үшін осы мектеп қабырғасында өте білімді жақсы алу керек, жақсы оқу керек. Қазіргі заманда сіздерде көптеген мүмкіншіліктеріңіз бар, көптеген жақсылап тек қана 4 пен 5-ке оқып, ертең жоғары оқу орнына түскеніңізде өздеріңізге оңай болады. Енді қалай айтсам, мынау қазір енді айтады ғой мынау қазақтан. Ғалым айтқанына келсем, әр адам өз армандайды ғой. Арманға жету деген оңай шаруа емес. Ол үшін арманға жету үшін алдына талаптар қойып, соларды орындау керек. Жаңағы сабағын жақсы оқып деген сияқты. Мен енді өзім болашағымда арманым, әр солдат армандайды генерал болуды. Мен осы ағаның жолын берсін деп, мен де генерал болғым келіп, мен бар арманым сол. Енді болашақта тек қана мен емес, менімен қызмет ететін жолдастарым бар, жақын бірге қарулас болып жүрген. Оларды да менімен бірге генерал болып, бірге қол ұстасып, осы аға сияқты аман есен пенсияға жетсек деген арман бар, сол бір арманға жетсек. Жаңа қойған болдық, айтады ғой, рукопашный бой дейді. Сол кезде бізді дайындайды. Сол дайындағанның әсеріне мен қылмыскерді мысалы қарусыздандырдым. Көп рахмет. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің әлемдік деңгейдегі орны қаншалықты жоғары? Әскеріміз мықты ма? Сіз бана саясатты көріп кеттіңіз ғой. Қазақстан Республикасының әскери құрлықтары осы бұрынғы Совет үкіметінің әскери құрлықтарымен салыстырғанда Ресейден кейінгі әскери күштер деп санаймыз. Ешкімнен де ешқандай да кемшілік жоқ. Ресеймен бірігіп, Беларусиямен бірігіп, ОДКБ деген бір үлкен ұйым ұйымдастырып, қазір бірігіп көп шараларды атқарып жатыр. Сондықтан маған олар біздің әскери құрлықтарымыз жақсы бір деңгейде деп ойлаймын. Бізге келген жау болса, басқа не болса қайтара алады деген сенімдеміз. Өйткені сіздерде азаматтар бар, намысшыл азаматтар бар. Сондықтан аталарымыздан қалған жердің бірде бір жерін бермеуге тырысатын қайсы. Құдайға шүкір, қазір бейбітшілік заман ғой, тыныштық қос елдің әрқашанда. Енді қазір қарулы күштер өзде өте жақсы деңгейде деп айтылған. Бұрынғы нелерге қарағанда қазір көптеген көңіл бөлініп жатыр. Әскери қызметшілерге өте көп көңіл бөлініп жатыр. Қазір бәрі жағынан жақсы ол. Сол қару жарақ жағынан алса, киім жағынан алса, жауға қарсы төтеп беріледі. Жаңа боевой готовность бәрі бізде тәуба шүкір жақсы. Соның бәрі осы айтып жатыр ғой, жаңа елбасымыздың саясатының арқасында. Қаншама мемлекеттермен бізде жыл сайын жаңа жарыстар өткізіп тұрады. Бұны биыл 9 майда парад болды. Өздеріңіз білесіздер, Жамбыл облысында. Сол кезде жақсы біздің қару жарақтары көрсетілді. Жақсы нелер көрсетілді. Соны өздері кім көрген сол өзі түсінеді. Міне өте жоғары деңгейде өтті жаңағы парад. Енді мен сол парадқа қарап айта аламын және баға бере аламын. Біздің қарулы күштер әрқашан дайын любой қиындыққа. Құрметті оқушылар, тағы сұрақ қойыңыздар. Бар ма сұрақтар? Мұғалімдердің арасында сұрақтарыңыз бар ма? 9 сыныпта өткенде бір қыз балалар бар еді, әскери салаға барамын деген. Сол қыз бар ма? Аружан. Бар ма? Сұрақ қойыңыздар. Бұл батыр ағаларыңыз күнде келе бермейді, сондықтан қойыңыз сұрақ. Елма. Сіздер мектеп кезіңізде оқыған кезде
сіздерге мектеп мұғалімдеріңіз айтты ма сондай салаға бару керек және отан алдындағы борыштарыңды өтеу керек айтты ма? Рахмет. Сұрақ, өте жақсы сұрақ. Біз мектепте жүргенде, оқығанда 9-шы класстан бастап выпускное свидетельство дейді, 9-дан кейін әскери комиссариатқа барып, комиссиядан өткенде, сол кезден бастап уже дайындала бастаймыз. Өйткені біздің кезімізде әлі де әскерге шақырғанда намыс көретінбіз. Егер де өз жолдастарымызбен, өзімен бірге оқыған балалардан әскерге бармай қалып қойса, ол бізге өте намысты. Сосын қыз балалардың алдында өзі бірге оқыған құрдастардың алдында біздерді кішкене болсын, бұл бала неге әскерге бармады, бұл ауру ма, жоқ, дені сау емес пе деп сондай сұрақ туатын. Сондықтан біздің кезімізде қазірде сана сезімі үлкен, өзін ұстай білетін, өзіне сене білетін ер азаматтар өздерін солай санайтын шығар деп ойлаймын. Мен ер адаммын, мен әскерден өтуім керек, әскерде болуым керек. Мен ертең семьямды, елімді, жерімді қорғайтын азамат боламын деген ой болу керек шығар деп ойлаймын. Мен сіздер сияқты болғым керек, және маған полиция полковник болса қандай оқуға түсу керек? Қазір Қарағанды облысында бізге жаңағы қазір біздің лицейский школа бар ғой, академия бар, академия, МВД. Соған түсуіңізге болады сіздің? Білетін шығарсыз оның қай жерде екенін. Соған 11-ші класстан бастап, 11-ші класстың ортасында барып дей аласыз. Жаңағы направление дейді, бірінші направление сіз өзіңіз қай жерде осы Майқұтта тұрсаңыз, Октябрьский отдел полиции бар, Новый Майкутовский бар, сол жерде барып сұрайсыз. Мен осылай болашақта полиция қызметкері болғым келеді, сондайды армандаймын, кішкентай кезімнен армандағанмын деген. Сол кезде сол жерде сізге айтады, қандай документ, құжат жинайсыз, направление қылсын. Мен жаңағыдай медкомиссия өтесіз. Сіз ол жаңағы әскери болашақ неге жарамдысыз ба, жарамсыз ба, соны өткеннен кейін сіз ол жерде өзінің нелері бар, өздерінің экзамендері бар, соларды тапсырасыз, жаңағы дене шынықтырудан тапсырасыз. Содан кейін сізге айтады, егер түстіңіз түспеді. Бірақ оқығаныңыз, конечно, жақсы ғой, полиция қызметкері жақсы, әскери қызмет, бәрі жақсы ғой, түсуіңізге болады. Ол жерде қазір көп жеңілдіктер бізде. Қиындық ешкім жоқ, бұрынғыда қиын. Қазір бәрінде, айттым ғой, сіздерде бәрі қазір доступно. Тек қана лишь бы было желание дейді, болды. Желанияларыңыз болып, жақсылап сабағыңызды оқысаңыз, ешқандай экзаменнен қиналмай өтесіз. Рахмет. Менің тағы бір сұрақ бар еді. Егер де сіздер әскери салаға түспесеңіздер, өздеріңізді қай салада елестететін едіңіздер? Мен енді білмеймін, мен өзім айттым ғой, қайталап өтейін, бала кезімнен армандағанмын. Осылай әскери қызметші болады, полиция қызметкері болады деп. Енді сол қазір енді егер мен өзім былай айтқанда айтады ғой, запасный вариант болды. Физкультура мұғалім болғым келеді. Егер не получится, жаңағы түсе алмасам оқуға, бара алмасам, физкультура мұғалім, дене шынықтыру мұғалім боламын деп. Солай ойлағанмын. Қазір тәуір бар еді. Қазір болғым келеді, дене шынықтыру мұғалім. Мен енді қалай десем екен, өткен уақытта басқадай арман болған жоқ шығар еді, осылай әскериден боламын деп ойладым. Соған шамам келгенше дайындалдым, оқуын оқыдым. Енді бір жағынан шешем әркім айтатын, дәрігер боласың. Енді шешем айтқан сөзді тыңдамай әскериден болып кетті. Сол ғана қателігіміз шығар. Онда тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ қойды. Жігіттердің сұрақ қоймайсыңдар, қыздар сұрақ көбірек қойып отыр. Қане? 10-11 класс, жас студенттер. Баян сұрақ бар ма?
ар жақтағы балалар кішкене тыныштық сақтап отырыңыздар. Сәлеметсіздер, менің сұрағым сіздерге. Сіз жаңа айтып өттіңіз ғой өзіңіздің сөзіңізде, Санкт-Петербургте оқудағы теңіз оқуының академиясын аяқтаған болатын деп. Сол жерде сізді Қазақстанның үкіметі шақыртып алып, сіз бізге өлшеусіз еңбек сіңірген болатынсыз. Және де контр-адмирал атағын алған болатынсыз. Осы атағыңыз туралы айтып өтсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Мені шақыртқаннан кейін осы Қазақстан Республикасында шекара деген сұрақ болған. Өйткені жеке мемлекет болғаннан кейін оның бір саласы ол шекара. Сол шекара қызметін ұйымдастырып, шекара қызметінің қандай болуын көрсетіп, өзіміздің кейінгі жастарды үйретіп, біздің кейінгі фотода көріп отырсыздар, кемелердің Қазақстанда болмаған кемелердің құрылуына бәріне атсалысқаннан кейін сол жұмысымызды көріп барып, осы біздің президентіміз атағын берді деп ойлаймын. Біздің еңбегімізге қарай. Сұрақ бар ма балалар? Жақсы. Енді құрметті Инжебеген Қабышұлы, Ахмет Серікұлы, сіздерге көптен рахмет. Мен сіздерге осы мектептің атынан, Әлихан Бөкейханов атындағы мектептің атынан алғыс хат. Құрметті Инжебеген Қабышұлы, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қаһарман патриоттық ойынын ұйымдастырумен өткен елге мұра, ұрпаққа ұран атты кездесуге келіп белсенділік көрсеткеніңіз үшін сізге шын жүректен ризашылық білдіреміз. Деніңізге саулық, еңбегіңізге табыс, отбасыңызға бақ береке тілейміз.
Аспаны ашық, бірлігі бекем, ұлттары тату, тірлігі көркем. Жерім бар байтақ, бауырмал халқым, бақыттың кілті бірлікте екен.